Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Өздеріңіз білетіндей, еліміздегі осы Харекет қайырымдылық қоры осы уақытқа дейін бірнеше баспананың кілтін табыстады. Дәл бүгін 300-ші баспананың кілтін табыстаймыз. Жай ғана табыстау емес, бір ерекше тосын сый жасасақ деп отырмыз. Ол үшін бізге, елімізге танымал халқымыздың, еліміздің жанашыр ұлдарының бірі Төреғали бауырымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Бүгінге қалай бірге көрісуді нәсіп еткен екен. Иә. Бұл 7-ші қалалық емхана. Бұл жерде адамдардың жанын емдейтін болса, біз қазір енді бір тәнін емдейтін Харекет қорының себебімен бүгін бір кішкене тосын сый болайын деп тұр. Өзімде қорыққан мен толыққан бірдей дегендей, өзімде кішкене толық тұрмын. Себебі бұл Харекет қорының 300-ші баспанасы. Бізде осындай сезім 300-ші рет болайын деп тұр. Алла разы болсын сіздерге. Осы есте болса, мен 200-ші баспананы табыстаған болатын. Сіз дөңгелек даталарды береді екенсіз ол жерде. Осы 300-ші баспананы да өзім сұраған болатын, себебі арасы тезірек жиі болып кеп қап жатыр. 400 болсын, 500 болсын, 1000 болсын, қазақтың әрбір азаматы осындай құтты шаңыраққа ие бола берсін деген ниетпен өзіме осындай жоспар құрып алдым. Амин. Ал енді ең қуанышты сәт осы, адамның қуанғанын көріп қуану және мұңайғаннан бірге мұңдас болу үлкен бақыт деп ойлаймын. Анамыз жай ғана бір пәтерге ғана мұқтаж емес, анамыздың үлкен ұлы науқас, баласын уайымдап, енді екінші кішкентай қызы да анасына қамқор болып, жәрдемші болып жүр. Осы емхананың алдында халықтан көмек сұрап, осы бір үлкен үмітпен жүреді. Сондықтан біз үміттер ақталса екен деп, осы бір қуанышты күнді өздеріңізбен бірге куә болсақ деп отырмыз. Ең қызығы, ол кісі білмейді. Білмейді. Біздің қалай жоспарлап ол кісіге тосын сый жасайтынымызды әлі білмейді. Біздің келетінімізде, Төреғалидың ол жерден өтетінде енді бір сценарий бойынша жүйелеп алсақ деп отырмыз ғой. Қазір сценарий бойынша Төреғали анамыздың қасынан өтеді, ол кісі осында отыр. Өтіп, бір көмек қолын созып кетесіз. Сценарий бойынша айтып кетейік. Иә, бір өтіп көмек қолын созып кетесіз. Екінші арнайы бір азық түлік деген сияқты, енді ішінде құпия болмасын, төре шайы бар. Осы қуанышты сәтті ылғи еске салып отыратын, шай ішкен кезде гүлін сыйлап өтіп кетеді. Енді анамыз танып жатса жақсы, танымаса тіпті жақсы. Ең соңында біз анамызды қуанту үшін пәтердің кілтін қолына ұстатып кетеміз. Сол кездегі сезімі қалай болады, барлығымыз бірге көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Баланы туғаннан кейін жасаймын, өйткені мен ешкімге жұмысқа алмай қойып баламын. Істей алмайсың, бүйте алмайсың, сөйте алмайсың деп жаңағы қашты. Бәрі содан ауылда жұмыс жоқ, олар үлкен кісілер тұрған, мен алмай қойып жұмысқа. Енді амал деп қайтайын деді. Үлкейгенім өзі қаша бастады. Алейкумассалам. Бірден түсіріп атқасын, араласпай қойшы дедім де. Ары бері өтіп атқасына гүл сізге берейін дедім. Қайғасы қаңыз қалай жақсыз. Сіз Төреғали емессіз ба да? Иә. Бәсе. Өзі гүлді ана жүрегі деген гүл екен. Өзім үйге апарып деп, бұл сізге табыстайын рұқсат етсеңіз. Сосын мынандай ішінде шайы бар, кәмпиті бар. Үйге барып бір шай ішесіз берсе. Аман болыңыз. Рахмет. Алла қуант берсін. Рахмет. Жалпы нені армандайсыз? Үйім болса екен армандаймын. Балама операция жасап жұмысқа тұрсам, мен де армандаймын, елдер сияқты шынымды айтсам. Жұмыс жасағыңыз келе ма? Жұмыс істегім келеді. Сонда балаңыз сіздің қолыңызды байлап отыр ма қазір? Иә, қазір бала қолымды байлап отыр. Аман. Анаңды жақсы көресің ба? Жақсы қойдым. Жақсы қойдым. Жақсы ма? Жақсы қойдым. Мен ең сияқты мен ең сияқты оқым шын айтамын.
inşallah men men qay nihmay men 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 iyi olmak Aha. Canım Allah buyursa bәрін дет дейді ғой, Алланың қолында ғой бәрі. Ел сияқты сау болғым келеді дейді. Құрметті ағайын, құрметті көрермен, әрине жүрек бір қалыпты емес біздің де. Әрине Алла әркімге әртүрлі тағдыр береді, сондықтан сабыр қылу керек. Біз бір-бірімізді әрдайым қуантып, аналарымызды жүзіне күлкі ұялатып жүру мақсатымыз болатын. Енді біздің де бұл жерге келген себебіміз сіздердің жағдайларыңыз білейік деп. Қазір енді камераға бәрін айтып қойған шығарсыздар, сұхбат алу барысында қай жерде тұратыныңызды, қай жерде бәрі қалқаманда тұрасыздар ма? Шұғылада тұрасыздар ма? Шұғылада тұрады бұл кісілер. Шұғылада өздеріңіз пәтер жалдап тұрасыздар ма? Енді біз бүгін сіздерді қуанту мақсатында Харекет қорының дайындаған 300-ші баспанасы сіздерге бұйырайын деп тұр. Алла қаласа шын жүректен табыстауды рұқсат етіп қабыл алыңыздар. Құтты болсын. Ал енді өзімнің баспанам болады. Құтты болсын. Баспаналарыңыз құтты болсын. Міне Харекет қайырымдылық қорының 300-ші баспанасының кілті бүгін сіздерге бұйырып отыр. Аллаға шүкір, қиын күндердің барлығы артта қалды. Алла Тағала ең қуанышты сәттерде біздің басымызды біріктірсін. Құтты болсын апа. Құтты болсын. Міне бауырымыздың сіздерге тағы да бір кішкене тосын сыйы, тағы да Сиси апа үйде нан жауып, кәдімгі керекті қажетті заттардың барлығы тағы да сіздерге табысталады. Рахмет сіздерге. Өзіңіз апа сезіміңіз қандай? Қандай сезімде тұрсыз? Шынымды айтам, вообще сеніп те тұрған жоқпын. Вообще сеніп тұрған жоқпын, шынымды айтам. Әшейін қалдыңдап тұрған жоқсыздар ма соны? Жоқ, мына кісілердің бәрі. Ал, құрметті ағай, құттықтап қойсаңыздар болады. Харекет қайырымдылық қорының 300-ші баспанасының кілті бүгін анамызға, осы бауырымызға табысталды. Құтты болсын. Ал қазақ еліне, бүкіл халыққа өзіңіздің айтар алғысыңыз, рахметіңіз болса, осы жерде айтсаңыз болады. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Сіз маған істеген жақсылықтарыңды Алладан қайтсын. Бүгін мен шынымды айтам, баспаналы болам деп ойлаған жоқпын. Қуаныштымын. Алладан қайтсын. Рахмет сіздерге. Міне біздің бүкіл елге қызмет етіп жүрген 31-ші арнада дәл қазір табылды. Өздеріңіз 31-ші арнадан көріп, талай қазақ қол ұшын беруге асықты. Бүгін міне сол бүкіл қазақ тілеп еді, сіздер баспаналы болсын, қуанышты күні болсын істеп еді. Аллаға шүкір, осы күнге қол жетті. Алла разы болсын, барлықтарыңызға рахмет. Құтты болсын. Не айтарым білмеймін. Önümüzde бір ауыз тілегін айтамын дейді. Кел ғой. Ей бауырым, молодец. Жаңа ғана өзім баспанам болса екен деп айтып отыр еді. Арман бар. Баспанам болса екен ойланып отырмын. Мен балдар сияқтымын, мен балдар сияқтымын. Соның үшін маған көмектесіп, мен балдар сияқтымын. Міне үйлі болдым. Ал құтты болсын, енді өзіңнің баспанам болады. Рахмет. Міне баспанам болса деп армандап еді, Аллаға шүкір. Әрбір қазақтың жүрегіндегі жылуымен, әрбір қазақтың мейірімділігімен бір отбасы баспаналы болды, құрметті ағайын. Осындай күндеріңіз көп болсын. Үйлеріңізді көрсетейік. Кілтпен ашып, мынау кілт енді сіздерге табысталсын. Харекет қайырымдылық қорының 300-ші баспанасының кілті
Бұнымен ашпайсың, оригиналмен ашасың. Енді барасыз ба ыстық шай Айкылар KZ-тен осындай бір ыстық ас дайындайтын. Соған қойып тұрып мына төреш шайды ішіп отырып, бүкіл қазаққа алғысыңызды айтасыз енді. Барып шашып қайтайық. Қоныстойға шақырамыз. Бірақ 6 адамнан бересің, сыймайсың. Құтты болсын. Рахмет, құрметті ағалар. Баршаларыңызға рахмет.